Сол кездегі ұлыңыз Шерзатты айттыңыз ғой, мылтықпен ұрып жатты деп. Осы сәтті нақтырақ айтып бере аласыз ба? Нақты кім ұрды? Сол уақытта Нұрқияс мылтықпен ұрып жатты. Сөйлеп отқан бала, мамасы қорғаштап отқан, Нұрға жығылып жатқан. Мен маманы қойып, артынан жүріп барам дегенше, негізінен жүгіргенде кедергі болды маған. Ол жерде. Балдар ғой, бәріміз бірімізге. Жас балдар, олар қашып бара жатыр, алар біз төбелес болып жатыр. Құрметті сот, рұқсат болса, Нұрқияс деп тағы да көрсете аласыз ба? Сотталушы сол жақтан бірінші. Бірінші таныстырыңыз. Рахмет, отыра беріңіз. Ол анасының жылауына, анасының өтінішіне қарамай, бізде айғайлап жаттық. Мен маманы неге десеңіз, мен балаға жүгірейін десе, мен балаға пышақтап алды деп ойлағам жоқ қой. Мен бірінші анаға сол құлап қалған көрінді, сол судан шығарам деген арықтың ішінен. Содан кейін барып араға кірдім. Сол кезде Шерзаттың анасы айғайлап жатты. Мен де айғайлап жаттым.